12-ші дәріс тақырыбымыз ол қауіпсіз бағдарламалау және қауіпсіздікке бағытталған тестілеу әдістері. Қауіпсіз бағдарламалау ол бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу барысында қауіпсіздік қатерлерін азайтуға бағытталған тәсілдер мен әдістердің жиынтығы. Бұл тәсілдер зиянкестік шабуылдардың алдын алу үшін бағдарламалық кодтың сенімді және қауіпсіз болуын қамтамасыз етеді. Қауіпсіз бағдарламалаудың негізгі принциптері: енгізілген деректерді тексеру, барлық пайдаланушы енгізулердің дұрыстығын тексеру, SQL injection, HSS сияқты шабуылдардың алдын алу үшін құпиялықты сақтау, құпия мәліметтерді, парольдер, кілттер, шифрлау және дұрыс сақтау. Қате өңдеу ол қате туралы хабарламаларды сыртқы пайдаланушыларға ашпауы, бұл шабуылшыларға қосымша ақпарат бермеу тиіс. Қауіпсіз IP пайдалану ол тек сенімді және қауіпсіз IP-лар қолдану. Минималды артықшылық ол бағдарлама тек қажетті құқықтар мен мүмкіндіктерге ие болуы керек. Қауіпсіздікке бағытталған тестілеу әдістері: бағдарламаның қауіпсіздігін тексеру және осал тұстарды анықтау үшін әртүрлі тестілеу әдістері қолданылады. Олардың ішінде негізгісі ол стратегиялық кодты талдау. Оның мақсаты бағдарламалық кодты орындамай тексеру. Қалай жүргізіледі? Кодта жиі кездесетін қауіпсіз қатерлерін, осал тұстарды анықтау. Құралдары ол артықшылықтары ол бізде ең ерте кезеңде осалдықтарды табуға мүмкіндік береді. Код сапасын жақсартады. Кемшіліктері: кейбір осалдықтарды анықтамайды, тек код деңгейінде шектеледі. Динамикалық талдау ол бізде оның мақсаты жүйе жұмыс істеп тұрғанда оның қауіпсіздігін тексеру. Қалай жүргізіледі? Ол бағдарламаның мінез-құлқын бақылап, шабуылдар моделін қолдану арқылы осалдарды анықтайды. Құралдарға келетін болсақ, ол біздің артықшылықтары ол қолданбаның нақты жұмыс уақытындағы осал тұстарды көрсетеді. Кемшіліктері: барлық код жолдарын тексере алмайды, толық емес болуы мүмкін. Қауіпсіздікке бағытталған тестілеу әдістері ол фузинг. Оның мақсаты бағдарламаға кездейсоқ немесе ақаулы деректер жіберіп, оның тұрақтылығын тексереді. Қалай жүргізілетіні: ол бағдарламаға күтпеген мәндер жіберіліп, жүйенің бұзылуы немесе ақауы анықталады. Құралдары ол AFL, ол pitch, puzzle. Puzzle ол артықшылықтар, ол жаңа белгісіз қателерді анықтауға мүмкіндік береді. Кемшіліктер ол тек тұрақтылыққа бағытталған қауіпсіздік қатерлерін толық анықтамайды. Қолмен кодтарды шолу. Оның мақсаты маман кодты қолмен қарап, осал тұстарды табу. Қалай жүргізілетіні: ол тәжірибелі қауіпсіздік сарапшылардың кодтық логикасын, құрылымын, стандарттарын тексереді. Артықшылықтарына келетін болса, ол қатені терең түсініп, кешенді тексереді. Кемшіліктері ол уақытты көп алады, адам қателігі болуы мүмкін. Қауіпсіздікке келетін болсақ, ол бізде бағытталған бағдарламалау және тестілеу процесінің кезеңдері. Қауіпсіздік талаптарын анықтау ретінде ол жүйенің қауіпсіздік талаптарын белгілейді. Қауіпсіздік архитектурасын жобалау, қорғау қабаттарын жобалайды. Қауіпсіздік код жазуы ол қауіпсіздіктің қағидаларын сақтай отырып кодтау. Статистикалық талдау жүргізу, кодты бастапқы кезеңде тексеру. Динамикалық талдау және тестілеу,
жүйенің жұмыс істеген кезінде тестілеу. Пенетрациялық тестілеу ол шынайы шабуыл сценарийін жүргізеді. Неге қауіпсіз бағдарламалау керек деп ойлайсыздар? Ол бағдарламаға хакерлер шабуыл жасай алады. Жеке мәліметтер, мысалы пароль, телефон нөмірі ұрлануы мүмкін. Бағдарлама істен шығу ықтимал. Қаржы немесе басқа маңызды ақпаратқа зиян келуі де мүмкін. Қауіпсіз бағдарламалау негізгі қауіпсіздікке бағытталған тестілеу. Бұл заманауи бағдарламалық өнімдердің сенімділігін арттырудың маңызды құрамдас бөлігі болып келеді. Оларды кешенді түрде қолдану бағдарламалық өнімнің хакерлік шабуылдардан қорғалуын қамтамасыз етеді және бизнес пен пайдаланушылардың деректерінің қауіпсіздігін сақтайды. Осымен 12-ші дәріс сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.